Ассалаумалейкум. Hoş geldinizler. Söylетіңіздер. Отбасы банк. Мынау біздің жаңағы шаңырақ бағдарламасы алған үйіміз. Мынау біздің кіреберіс жеріміз үйіміздің. Мынау біздің қонақ үйіміз. Үлкен. Мына жерде балаларымыз жатады. Мынау біздің жатын бөлмеміз. Мынау енді біздің ас үйіміз. Ас үй. Жолдасым бөлмесі. Біздің асымызды дайындап отыратын. Мен есімім Әділбек Берік Болысбекұлы. 1977 жылы 25 үйде дүниеге келдім. Осы Волганы Талдықорған қаласы, Талдықорған облысы, Кировский ауданында. Қазіргі Алматы облысы, Көксу ауданы, Балықби ауылында осы шаңырақ бағдарламасымен осы отбасы банк арқылы үй алып отырмыз. Бір қызымыз қазір оқуда, ұлымыз әскерде, екінші ұлымыз бар. Екінші сынып оқиды, осы Алдаберген мектебінде. Төртінші қызымыз бар, Мұслима деген. Осы алаңға балмен, бала-шағамызбен осы тұрып отырмыз. Отбасы банкты достарым арқылы біліп, достарыммен сұрастырып, осында сіздердің отбасы банкке тіркеліп, Инстаграм парақшасына сол жерден кеңес алып, және де өзіміз осы ауданда спорт мектебінде жұмыс істеген себептен очередке тұрғанбыз. Сол себепті жаңағы біздің кезегімізге қарай отбасы банктың шаңырақ деген бағдарламасымен үй алуға болады екен. Шарттар ыңғайлы 5%-бен 5-10-20 деген бағдарламасымен алдық. Ыңғайлысы сол 12 жылға дейін созып берді. Бірінші 10%-ын құйдық, алдында жинаған нелеріміз болған, депозиттеріміз. Соны счет ашып, соған байланысты сентябрь айында 2020 жылы Аллаға шүкір осы 2 бөлмелі үй алдық. Осыған дейін Талдықорған қаласына жалға пәтерде тұрып аттық, бала-шағамызбен. Өз үйің дегенмен өз үйім, өлең төсегің дейді қазағымыз. Сол себепті жалға тұрып жүргенде енді айырмашылығында таңертең тұрсаң да өз үйің, Аллаға шүкір деп. Сосын жаңағы бауырларыма да осы мен үй алғаннан кейін себебі көп дейді. Бөлелерім де барып үй алып жатыр осы отбасы банк арқылы. Олар мен алдым очередке тұрған. Мен алғаннан кейін барып олар да үй алды. Қазір енді бауырларым бәрі депозит ашып жатыр отбасы банктан. Болашақта қолданып жатырмыз. Ұл қыздарымызға отбасы банктан депозит ашып қойдық. Міне мен үй алғаннан кейін сразу барып та ұлымызға, қызымызға арнау деген депозит аштық 18 жасқа дейін ұл қыздарымызға, Аллаға шүкір. Мен ол кісілерге айтатын әрқашанда бірінші Аллаға сеніп, екінші өзіне және де отбасы банкқа неге сенбеске. Мысалы мен өзім алдында сенбегем, неше жыл депозит аштым, жатты, енді міне үй алдым. Менен кейін де мысалы алмай жүрген кісілерге де жаңағы айтып жүрмін, осылай отбасы банктан ыңғайлы деп бізге де, өздеріңізге де. Қайбір адаммен сөйлесем де отбасы банк туралы айтып отырамын. Барыңыздар, ақылы кеңес алыңыздар, олардың шарттары көп, ыңғайлы жағдайлары бар, ыңғайлы варианттармен көріңіздер деп. Енді алда отбасының жаңа депозит ашам деушілерге, ашқандарға әрқашанда сенімділікпен қарауларыңызды сұраймын. Аллаға шүкір, қазір 2 бөлмеде бала-шағамызбен тұрып отырмыз.